Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайындағы ботекс жасап көрсетемін. Бұл ботекс не десеңіздер, күнделікті жаңағыда той жиындарға баратын кезде жасап алсаңыздар өте керемет. Сіздердің макияждарыңызды ұстап әдемі етіп тұратын болады. Сондықтан той жиындардың алдына шығатын кездеріңізде міндетті түрде осы ботексті жағып, кейіннен жуып тастап, өзіңіздің макияждарыңызды жасаңыздар әдемі болып тұрады. Ол үшін біздерге жұмыртқаның ағы қажет болады, және де картоп крахмалы, және де айран қажет болады. Жұмыртқаның ағы сіздердің бетіңіздегі майды әжімдердің кетуіне себебін тигізеді, және де оны білдіртпей тұратын болады. Ал картоп крахмалы сіздердің бетіңізді ағартуға көп септігін тигізеді, ал айран болса сіздердің бетіңізді ылғалдандыратын болады. Сондықтан міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Аптасына 2 рет немесе той жиындардың алдына шығатын кездерде міндетті түрде осы ботекс жасап алуларыңызға кеңес беремін. Міндетті түрде бетіңізді алдын ала жуып, сонан соң барып осы масканы жасауға кеңес беремін. Күнделікті жасауға кеңес бермеймін, аптасына 2 рет қолданыңыздар. Картоп крахмалын салып алдық, және үстіне айранды қосып, таза бетіңізге 20 минутқа жағып қалдырыңыздар. Сонан соң барып өзіңіздің макияждарыңызды жасасаңыздар да болады, немесе өзіңіздің қалаған кремдеріңізді жағып алып жүре берсеңіздер болады. Видеомды сіздерге пайдалы болды деген үміттемін, және де видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.